Баяғыда бір әйел күнде таңертең ерте тұрып, 2 таба нан пісіреді екен. Бірін өз отбасы турап жесе, екіншісінің көшедегі жай жүргіншіге үйлестіреді екен. Екінші нанды ылғи терезенің алдына қоя салады. Көзі түскен кез келген адам алып кете береді. Сол нанды терезенің алдына қойған сайын, әйел жақсы өмір іздеп сапарға шыққан ұлы үшін дұға жасайды. Бірнеше ай бойы баласынан хабар жоқ. Соның аман-есен үйге оралуын тілейді. Бірде ол бір бүкір адамның күнде келіп нанын жеп жүргенін байқайды. Бірақ алғыс айтудың орнына әлгі бүкір: "Сен жасаған жамандық сенде қалады, сен жасаған жақсылық өзіңе қайтады" дейді екен. Осылай көп күн қайталанады. Алғыс сөз естімеген әйел өзін алдап жүргендей сезінеді. Сонда шыдамай, бір күні осы не істеп жүрмін мен деп ойланады. Не де болса әлгі түрі ұсқынсыз бүкірден құтылайын деп ойлайды да екінші таба нанға у қосып пісіреді. Піскен нанды терезе алдына қояйын дегенде қолы дірілдеп, "Мен не істедім?" деп қорқып кетеді де нанды отқа тастай салады. Қайтадан басқа нан пісіріп терезе алдына қояды. Бүкір күнде қайталайтын сөз айтып нанды әкетеді. Әйел іштен тынады. Сол күні кешкісін есікті біреу қағады екен. Есікті ашқан әйел өз ұлын көріп қуанып кетеді. Баласының түрі адам шошырлық. Аш, жалаңаш, жүдеп жадаған, үстіне жыртық киім. "Апатай, үйге жеткеніме шүкір. Қалаға жете берер жерде аштықтан көзім тұманытып құлап қаппын. Бір бүкір кісі қолындағы нанымен бөлісіп аман қалдым. Ол болмағанда өліп кетер едім" дейді. Бүкірдің күні бойы талғажау ететін бір наны бар екен. Соның өзін маған қиды дегенді естігенде әйел көзіне жас алады. Басы айналып құлап қалмау үшін есіктен ұстайды екен. Есіне таңертең у қосып пісірген наны түсті. Сол нанды отқа тастамағанда өз баласын өз қолымен өлтірген болар еді. Әйел бүкірдің күнде қайталайтын "Сен жасаған жамандық сенде қалады, сен жасаған жақсылық өзіңе қайтады" дегенін осы сәтте жан жүрегімен анық түсінеді екен. Достар, егер сіздерге бүгінгі біздің ақпарат қызықты болса, міндетті түрде каналға жазылып лайк басуды ұмытпаймыз.